мектеп жасындағы балалардың 4К дағдысын дамыту және қабілетін диагностикалау әдістемесі атты семинарға келіп отырғаныма қуаныштымын. Семинардан көп өзіме жақсы мағлұмат алдым. Бүгін мысалға бізге Гүлмира Бекенқызы эмоционалдық интеллект туралы ақпарат берді. Балалардың эмоционалдық интеллектін 5-6 жаста бастап дамыту керек екенін естідік, білдік. Енді бұл біз үшін жақсы жаңа ақпарат болып тұр. Және де осы 4К диагностикасының 5-6 жас, 7-9 жас, 10-11 жас аралығында өткізілетінін танысып жатырмыз. Және де осы мектеп психологтар бүгін көп қатысты, олар өздеріне жаңа ақпарат алды. Енді мектепте балалардың қабілетін, дарындылығын дамытуға осыны қолданады деген үміттеміз. Жалпы мектепте аздау көңіл бөлінеді ғой, осы қабілеттілікті дамытуға, дардылықты дамытуға, көбінесе тәртібі нашар балалармен жұмыс жасаймыз, немесе бір үздік оқушылармен ғана жұмыс жасаймыз ғой. Ал бұл жерде біздің бүгін көріп тұрғанымыз әрбір бала қабілетті, және әр баланың қабілетін ашуға біз жұмыс жасау керекпіз. Енді осындай жақсы ақпарат алдық.